Сәлематсыздар ма? Мен бүгін сіздерге осындай әдемі шоколадный с трещинками дейді, мраморный печеньенің рецептісімен бөлісіп жасалу жолын көрсетемін. Бұл печенье көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, арасын қарасаңыздар, арасы жұмсақ, сыртынан қатты, күтірлек, өте дәмді печенье болып шығады. Жасалғанда да түрі дастарханға қойған кезде мерекелік дастарханында орын алады, күнделікті жесеңіздер де болады. Және де егер де сіздер сатылумен айналыссаңыздар, осындай тәтті сатумен соны сіздер өздеріңіздің сататын заттарыңыздың қатарына қосуларыңызға болады. Бұл печенье көп адамға ұнайды. Бұдан бұрында мен бұл печеньені жасадым. Рецептері әрине көп. Мен жасаған кезде бірде шықса, бірде шықпайтын. Рецептен ұнды көп салушы едім. Себебі жалпиып, подушка сияқты болып қалатын біразы. Ал енді бұл рецептпен жасасаңыздар, шықпауы мүмкін емес. Бұл оригинальный рецепт өзі. Мен соны сіздермен бөлісіп отырмын. Жасаңыздар, себебі сіздердің отбасыларыңызға да ұнайды деп ойлаймын. Менің отбасыма ұнады, сүйікті печеньеміздің қатарына қосылды. Бұны жасау үшін, көру үшін видеоны мені ақырына шейін көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Және көтеріңкі көңіл күй. Бізге керегі ұн және қант ұнтағы. Қант ұнтағы мен ұнды да екеуінде елегіштен өткізіп алғанымыз дұрыс. Себебі қант ұнтағының кішкене түйір болып қалғаны көп болады. Және екіншіде тұз, корица, разрыхлитель. Корицаны салмауларыңызға да болады, бірақ та салса өзгеше бір дәм береді. Және жұмыртқа, қатты жұмсақ бөлме температурасындағы май, болмаса ерітілген май, какао. Бұның оңайы, бізге миксердің керегі жоқ. Басқа құралдың еш нәрсенің керегі жоқ. Бар затты бірінші құрғақ заттарды араластырып аламыз. Бәр құрғақ затты араластырып болғаннан кейін жақсылап тұрып венчикпен араластырамыз. Болмаса қасықпен де араластырсаңыздар болады. Жақсылап араласу керек. Себебі әр жерінде какаоны да елегіштен өткізіп алғанымыз жөн. Себебі әр жерінде какаоның, қант ұнтағының түйіршіктері қалса, пісірген кезде печеньеміз біздің әдемі болмай әр жерінде кедергісі болып тұрады. Және жұмыртқаны осындай етіп вилкамен де араластырып алғандарыңыз жөн. Бір қалыпқа келтіріп жұмыртқаны езіп аламыз. Бәр құрғақ құрамдардың бәрін араластырып алғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды және сары майымызды, еріген болмаса бөлме температурасындағы бәрін жаңағы құрғақ құрамдарымыздың үстіне бәрін саламыз. Сухой ингредиенттеріміздің үстіне бәрін салып түгелдей қамыр илейміз. Қамырымыз сәл жұмсақтау болып, кішкене қолға жабысатындай болуы мүмкін. Сондықтан перчатка киіп илегеніміз жақсы. Жақсылап бәрін бірінші венчикпен араластырып аламыз. Достар, менің каналымдағы жаңадан шыққан рецепттерді, видеоларды жіберіп алмас үшін өздеріңізге подписаться деген жердің қасында қоңырау бар. Соны белгілеп қойсаңыздар, сіздерге хабарлама болып келіп тұрады. Сол кезде жіберіп алмайсыздар. Мен үй жағдайда жасалатын оңай рецепттермен сіздермен бөлісіп отырамын. Және де өзім жасайтын, әрқашанда шығатын рецепттермен бөлісемін. Көбіне менің сіздермен бөлісетінім оригинал рецепт. Өзім басқа да Ресей жақтың ошақтағы әйгілі блогерлерінен сатып алғандарым, және өзім ішінде дұрыс емес жері болса, жағынан өзім дұрыстап, кішкене ыңғайға келтіріп, әбден шығатын кезде бөлісетін рецепттерім. Міне біріншіде сіздерге
ұны осындай аз сияқты болып, қолға жабысатын сияқты болады. Бірақ та қолдарыңызды жуып, бұлай басқашаңыздар, қолға жабыспайды қарағандарыңыздай. Енді осыны жауып, 30 минуттай холодильникке қойып қоямыз. Міндетті түрде қойыңыздар. Одан кейін бөлектерге бөлеміз. Мен 25 граммнан бөлдім. Тағы да бір 100 граммдай қант ұнтағын аламыз. Қант ұнтағын алып, бөлінген осындай домалақ шариктарымызды соның ішіне саламыз да. Және де бөлек осы ұнтақпен шарик жасаймыз. Қант ұнтақтарының ішінде қанттың ірі қанттар жүрмейтін болсын. Ол піскенде басқаша болып шығады. Міне осылай етіп шариктер жасаймыз. Және бір-біріне тым жақындатып қоймайсыздар. Көріп тұрғандарыңыздай арасы алыстау болу керек. Бұл мезгілде духовкамызды 200 градусқа ысытып қоямыз. Әркімнің духовкасына байланысты 12, 15, 17 минуттарда да пісіруі мүмкін. Міне көріп тұрғандарыңыздай, жаңа арасы алыс болғанда сәл ісініп, тіпті жақын болып кетсе бір-біріне жабысып қалады. Міне өте дәмді, біздің печеньеміз дайын. Көргендеріңіздей жасалу жолы өте оңай, тез жасалынады. Бұл печеньнің ең бір жаман жері, бұл печенье тез желініп қойылады. Сондықтан бір жасағанда 2 порция рецепт жасасаңыздар тіпті жақсы. Сіздер отбасыларыңыздың онда көңілінен шығасыздар. Міне жасаңыздар, көргендеріңізде оңай печенье. Менімен бірге видеоның ақырына шейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.